Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауасыз тіршілік жоқ, жалғау түрлері. Оқу мақсаты мәтін үзінділерін тыңдай отырып оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану. Атмосфера биосфераның сыртқы қабаты. Ол планета бетіндегі жылуды сақтайды. Зиянды ғарыштық сәулелену мен күннің ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Атмосфераның ластануы дегеніміз жер бетіндегі тіршілік пен табиғи ортаға зардабын тигізетін химиялық және басқа заттардың кері әсері. Атмосферадағы көмірқышқыл газы концентрациясының артуы климаттың ғаламдық жылынуына, күн радиациясы дәрежесінің төмендеуіне және жылу эффектісінің өсуіне әсер етеді. Қазіргі кезде атмосфераны айрықша ластау жөнінен жылу электростанциялары, металлургиялық, химиялық кәсіпорындар және цемент зауыттары көзге түседі. Жылу электростанциялары ауаға күкіртті және көмірқышқыл газын, металлургиялық, әсіресе түсті металлургиялық кәсіпорындар ауаға азот тотығы, хлор, фосфор және сынап қосындыларын шығарады. Оқушылар, жалғау туралы түсінігімізді одан әрі тереңдетіп алайық. Қазақ тілінде жалғау 4 түрге бөлінеді. Көптік жалғау, тәуелдік жалғау, септік жалғау, жүктік жалғау. Осының ішінде септік жалғаумен біз өткен сабақта танысқан болатынбыз. Көптік жалғау дегеніміз жалғанған сөзіне көптік мағына беретін қосымша. Көптік жалғауының дыбыс үндестігіне қарай 6 варианты, яғни нұсқасы қолданылады. Лар, лер, дар, тер, тар, тер. Мысал келтірсек, қалалар, мекемелер, ғалымдар, өзендер, аттар, шөптер. Тәуелдік жалғау әдетте бір заттың басқа затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Мысалы, менің қаламым, сенің қаламың, сіздің қаламыңыз, оның қаламы. Жіктік жалғау адамдарға қатысты зат есімдерге ғана жалғанып, жіктеу есімдіктермен тіркеседі, үш жақта жіктеледі. Мысалы, мен ұшқышпын, сен ұшқышсың, ол ұшқыш. Енді оқушылар, оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Оқулығымыздың 19 бетіндегі 8 тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді оқып, ондағы көптік және тәуелдік жалғауларын табасыздар, олардың мәтін ішіндегі қызметін түсіндіресіздер. Яғни, дәптерлеріңізге толықтырып жазасыздар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты рефлексия жасай кетеміз. Білдім, енді білдім.